Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен бүгін сіздерге осы видеоны жазуға тура келді. Көптеген ата-аналар балаларға қалай кітап оқытамыз, өздігінен қалай кітап оқуға үйретеміз деген сұрақтарды көп қояды. Сол себептен осы видеоны жазуға тура келіп тұр. Менің атым Айгүл Қалиқызы. Мен сіздердің балаларыңызға психологиялық көмек көрсететін боламын. Балаларға кітапты қалай оқытамыз? Ең бірінші оқытамыз, мәжбүрлейміз, талап етеміз деген сөздік қордан алып тастап, өзімізбен жұмыс жасаймыз. Бала алдымен дүниеге келмей тұрған кезде ата-ана өз бірінші кітап оқып бастау керек. Сол бала туылғанға дейін ата-ана кітап оқыса, ана кітап оқыса, балада да бала іштен ананың оқыған кітабын қабылдап, туылған кезде де кішкентай кезінен бастап кітап оқып отырған ата-ананы өз алдына стимул ретінде қабылдайды. Сондай изображение қалыптасады балада. Ал егер ол этаптан өтіп кететін болса, ата-ана ол этаптан, кішкентай этаптан өтіп кететін болса, қандай кітап болса да кітапты алып, үйретіп, мейлі олда көп суреттер бар, көп суреттер жоқ, қалың кітап, ойыншық кітап, әйтеуір кітапқа деген қызығушылықты ата-ана бірінші өзінен бастау керек. Және екіншісі, балабақша кезінде бұл этапты қолға алып үйрету керек кітаппен. Болмаса түнде жатар кезде балаға кітап оқып дағдылану керек. Қандай кітап болса да, ол әдеби кітап болсын, ертегі кітап болсын, немесе кез келген кітапты алып, ойдан құрастырып әңгіме айтып берсе де болады. Ол бала кітаптан оқып отыр деп, кітапқа деген қызығушылығы ашылады. Екінші мәселе, кітап дүкеніне немесе кітапханаға өзіңізге керекті, қажетті информация. Қазір технология дамыған заман, бәріміз интернеттен, Google'дан қараймыз. Соған қарамастан кітапханаға, баланы кітапханаға жіберіп, кітапханадан іздеп тап деген сияқты нәрселерді айтып, кітапханаға өзі кітапты іздеп тауып, интернеттен жеңіл түрінен емес, кітапқа деген қызығушылықты, кітапхананың қандай болады екен, солай жол көрсетіп үйрету керек. Ал енді ол этаптан да өтіп кететін болса, ата-ана оқушы кезінде кітап оқуға үйрететін болсақ, онда бірге кітап оқуға шақырамыз. Алдымен бірінші өзіміз кітапты қолымызға аламыз. Ата-ана, көбінесе әкелер емес, аналар жұмыс жасайды балдармен. Сол үшін ана ең алдымен бірінші өзі кітапты алып оқиды, қасына отырғызады баланы. Бірге кітап оқимыз дейміз, сөйтеміз да, басын сіз бастасаңыз, арғарай балаңызға сен арғарай жалғастыр деп, совместное чтение дейді орысша айтқанда, арғарай жалғастырып кетуге көмек сұрайсыз. Солай арғарай қызығушылығын арттыруға болады. Тағы да басқа сұрақтарыңыз болатын болса, менің парақшама кіріп, описаниеге комментарий жазып кетсеңіздер болады.